Сәлематсыздар ма, балалар? Мен Жамбыл ауданы Әкім Тарази атындағы Тірек мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қыбыраева Кенже Сантайқызы. 8-ші А сыныптағы бүгінгі өтілетін сабағым Тахауи Ахтановтың Күй аңызы тақырыбында. Оқу мақсаты 8-1-1-1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау. Өткен сабақта мен сіздерге Тахауи Ахтановтың өмірі, шығармашылығы және Күй аңызы әңгімесін оқуды тапсырған болатынмын. Ендеше бірінші тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма. Пирамида әдісі бойынша сюжеттік композициясына талдау жасау. Шығарманың басталуы, шығарманың дамуы, шығарманың шиеленісуі, шығарманың шарықтау шегі, шығарманың шешімі. Осы 5 саты бойынша балалар жұмыс жасайсыздар. Дескрипторы жанрлық ерекшелігін ажыратады, сюжеттік композициялық талдау жасайды. Екінші тапсырмаға көшпес бұрын эпилог, пролог терминдерін таныстырып өтейін. Себебі келесі тапсырма тікелей осы сөздерге байланысты болады. Эпилог – көркем шығарманы қорытындылайтын компонент. Пролог – көркем шығарманың оқиға мазмұны мен мәнін оқырманға таныстыратын кіріспе бөлімі. Пролог роман, повест, поэмаларда кездеседі. Екінші тапсырма миға шабуыл әдісі. Күй аңызы әңгімесінің желісі бойынша эпилог, прологтарды анықтау. Бұл тапсырманың дескрипторы әңгіменің желісі бойынша эпилог, прологтарды анықтау. Ал балалар, осы 2 тапсырманы орындап болсаңыздар, үйге тапсырма алыңыздар. Үй тапсырмасы. Естемес пен Оразымбеттің іс-әрекеттері мен портреттік мінездемесін кесте түрінде салыстырыңыздар. Осы 2 тапсырманы үйде мұқият орындаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.